Сіз жылау адамға тән қарапайым реакция деп ойлайсыз ба? Иә, бірақ бұл тек жерде ғана. Ғарышта жылау мүлде басқа процесс. Себебі ғарышта ауырлық күші жоқ, яғни гравитация әсер етпейді. Сондықтан көзден шыққан жас төмен ағып кетпейді. Оның орнына көз жасы шар тәрізді болып жиналып, жай ғана көздің айналасында қалқып тұрады. Тіпті көп жыласаңыз, сол тамшылар бетіңізге жабысып, көру қабілетіңізге кедергі келтіруі мүмкін. Астронавттар бұл сезімді жаспен тұншығу деп те сипаттайды, себебі жас ағып кетпей, мұрын мен ауызды жауып қалуы мүмкін. Ғарыш адам табиғатына жат орта. Бұл біздің денеміз тек жер үшін бейімделгенін дәлелдейді.